Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде бүгінгі әңгіме хабары баршаңызға белгілі. Біздің студиямызда айтар ойы, қоғамда өзінің орны бар кез келген азаматты студиямызға қонақ бола алатындығын біз айтып келе жатырмыз. Осыған орай біз студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қали Сатыбалдыұлы Сарманов мырза, техника ғылымдарының кандидаты, әрі аймағымызда белгілі кәсіпкер. Құрметті Қали Сатыбалдыұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Біз бүгін өзіңізді студияға шақырып отырғанда мақсатымыз әрине жалпы жұртқа белгілі бар. Өйткені біздің аймағымызда қазір астық ору науқаны, онымен қатар бау-бақша өнімдерін жинау науқаны қызып жүріп жатыр. Осы көзі қарап көрермендер жақында ғана облыстың бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының тобы Сайрам аудандарында пресс-тур болған. Оның ішінде осы журналистер өзіңіз басқаратын шаруа қожалығында болып, бұл жерде үлкен жетістіктерді көзбен көрдік. Яғни тап сол жерде аудан басшылары болды, және ауыл шаруашылық басқармасының бастығы Нұрбек Бадырақ мырза да болды. Ол кісілердің бұл шаруашылық болған біз мәнісін біліп отырмыз. Өйткені сіз басқарған шаруашылықтағы астық ору науқанында үлкен жетістіктерге жетіп, жаңа технологияларды қолданып және бүкіл техникаларды жаңарту жұмыстары жүрген екен. Енді осы бір тәжірибелерді, осы бір жарқын істерді өз аузыңыздан естідік студия шақырып отырмыз. Жалпы өзіңіз осы нәтижені қалай жеттіңіз және ауыл шаруашылығымен қашаннан бері айналысып келе жатырсыз? Рахмет. Жалпы мен ауыл шаруашылығымен 20 жылдан аса айналысып келе жатырмын. Біразыңызға белгілі қайнар май зауытын құрдық. Қайнар май зауыты өсімдік майын шығара бастады. Соның ішінде мақта майы, пісте майы, күнбағыс майы және мақсары майын шығарып отырдық. Содан кейін ауыл шаруашылығымен айналысқан себебіміз бізге шикізат керек болды. Және де бұрынғы совет үкіметінен қалған совхоздар қирап, техникалары тарап кетіп, әр түрлі жағдайлармен жаңағы қиын жағдайға түскеніне байланысты өзіміздің ауылдың азаматтары келіп маған совхозды жетегін алуымды сұранды. Содан қайнар май зауытының мүмкіншілігін пайдаланып біз біраз тірліктер жасадық. Енді шындығын айтқанда ауыл шаруашылығымен алғашқы кезде онша көп көңіл бөлмедім. Жалпы жұрт қатарлы жұмыс істедік. Жұрт қатарлы жұмыс істеп, қалай айтуға болады. Жұрт қатарлы 15-20 центнер өнім алып, соның өзінде де пайдасы болғаннан кейін, жаңағы ауыл шаруашылығының өзінің отдельно бір салаға бөліп қойған болатынбыз. Өздері жұмыс істеп, бізге дала жетеді, осынша өнім бар, осынша пайда келдік, осынша деген сияқты. Содан кейін шетелдерге шыға бастадым да, шетелдерге барғанда қайсыдан сұрасаң да, жаңағы бидайдан қанша өнім аламыз деп сұраған кезде 120-130 центнерден алады екен. Біз 12-13 центнер зорға алып жүрген кезіміз. Енді содан мен ойлана бастадым. Астарында не жатыр дейсіз ғой? Бұл неге бізде осындай жеріміз нашар ма, өзіміз нашар ма, техникамыз нашар ма деген сияқты ойлар толғандыра бастады. Содан соң мен өзім агроном емеспін, ауыл шаруашылығынан алыстаумын. Жаңағы бұрын үлкен фосфорный заводта қызмет істегем. Жаңағы Қазақ химия технологиясы институтында біраз жұмыс істедім. Химия ғылымдарының кандидатымын жаңағы. Содан кейін химияда оқыған білген жаңағы нәрселерімізді осы ауыл шаруашылығына бұрып, жаңағы бірінші мына тыңайтқыштар мәселесін оқуға тура келді. Содан соң жерді өңдеу мәселесі, техникаға көңіл бөле бастадық. Сөйтіп, жаңа ауыл шаруашылығын отдельно бөліп, өз алдына басқаша көзқараспенен неге бұл шетелдің жағдайына біздің жағдайымыз жетпейді. Олардың жетіп жатқан жетістігінің жартысына жетсек те жаман болмас еді деген әңгімені алдымызға қойып, содан соң жұмыс басталды. Нәтижесі... Сарал неде болды, құпиясы қалай жетіңіз? Енді ол жерде көп. Өзі біріншіден ауыл шаруашылығында қазір агрономдар жоқ. Өзі
совет үкіметі тарағаннан кейін біздің агрономдар қайда кеткенін өзіміз де түсінбей қалдық оны. Мен ауыл шаруашылығы университетіне Алматыға барып, жылда қатысып жүрдім. Жаңағы ярмарка вакансия деген бар ғой. Ярмарка вакансиядан одан жөнді маман алып келе алмадым. Барлық жағдайларын жасаймын, келіңдер, жұмыс істейік деген мәселелерді қойып, одан жөнді результат шықпады. Одан кейін өзіміз айналысуға тура келді. Бізде барлық жағынан енді жетіспеушілік бар екен. Біріншіден совет үкіметі тарап кеткен. Ол кездегі структура жақсы болсын, жаман болсын, совет үкіметінде жаман да беруге болмайды. Өйткені ол кезде жақсы результаттар болған. Жақсы өнім ала бастаған. Бірақ сол тарап кетуіне байланысты, мамандар тарап кетуіне байланысты, жалпы құрылым басқару жүйесі тарап кетуіне байланысты бізде жағдай болмай қалған екен. Содан кейін біз тыңайтқышқа көп көңіл бөлдік. Қандай тыңайтқыш пайдаланып жатырмыз? Неге пайдаланып жатырмыз? Қай уақытта пайдаланып жатырмыз? Ол бір мәселе болды. Екінші мәселе техника жағынан. Техника жағынан мен айтар едім, қазір техника жөнінде әртүрлі көзқарастар бар. Ал менің айтқаным, мен бұлай зерттеп келіп қарағанда, жаңағы бізде сол кезде 9К700 тракторы жер жыртатын. Бізде болды 9К700. Соны бір смелый, соны біз жаңағы бір шешім шығарып, 9-ында сатып жібердік те 2 жөндер тракторын алдық. Бұл қай жақтағы жөндеріміз? Америкалық па? Жөндер негізі америкалық, жаңағы 220 аттың күші бар. К700-тарымыз, К700-1-деріміз жаңағы 300-ден аса аттың күші бар. Соның кейін жаңағы К700 тракторлары өте ауыр. Олар 15-16 тонна өзі не қылады. Салмағы 15-16 тонна кетеді. Ал К700-тар 8,5 тонна. Жөндерлер 8,5 тонна. Ол жерді таптамайды. Жерге салмағы түсуді жаңағы. Ол бізге ауыл шаруашылығына керекті нәрсе. Себебі жерді таптап тастағаннан кейін өсімдік тамырын жайып жөнді өсе алмайды. Соқпа қылады оны. Содан сол К700-тарды сатып жібердік те, соны 2 жөндер алдық. Сол 2 жөндер 9К700-тың жұмысын атқарды. Бұл тиімділігі қай жағында? Сонда әрі жылдам орындай ма, жағармайдан шығын? Тиімділігі біріншіден сапасы жақсы. Екіншіден өсімдіктің өзіндік құны болады ғой. Жанар жағармайымыз бар, айлығымыз бар, обслуживаниесі бар. Оның бәрін есептеп келген кезде, мысалы К700, 9К700-ға жаңағы 18 тракторист керек. 4-5 снабженец керек. Ол К700-ымыз күн ара 2 күнде бір бұзылып тұрады. Мен сол К700-тардың 9-ын қатар жұмыс істейтін көрсем, қуанатын едім. Мұналар бәрі бірдей полиға шықты ғой деген сияқты. Міндетті түрде бір-екеу сынып қалады. Міндетті түрде бір-екеу загонның басында тұрады, шынын айтқанда. Сонымен, соны көйін сол 9К700-тың істеген жұмысын 2 жөндер жұмыс істегеннен кейін, 2 жөндерге бар жоғы 2 тракторист керек. 4 тракторист керек. Жанар жағармайымыздың өзі неге кетеді жаңағы 9К700 қарағанда қайда азға түседі. Соны есептеп келіп, жаңа технология өте бастадық. Енді К700-тармен жаңа технология өтуде қиын болды. Жаңа К700-тарға қосып жүрген ПЛН 835 деген соқалар болады. Ол өзі жаңағы морально и технически устарел. Ескі технологияға байланысты соны. Оны ауыстыруға тура келді соқаларды. Ол К700-мызда 8 түрі болады ғой. 8 түрін тартады ғой, да? Иә, 8 тартады. Жөндерде қанша деді? Жөндер 6-ын тартады. 6. Ол бір жер жыртып өткенде ені қалай болады? 8 жаңағы корпус дейміз, жаңағы 8 корпусты жаңағы соқамен тартқан кезде оның ені 2,80. 3 метрге таяуда.
Ал біздің нелер 2-40. Бірақ К700-тардың жөндерлер К700-ға қарағанда көп жылдам жүреді. Жүйрікті. Жылдам жүреді, соның есебінен сапасы жақсы болады. Сапасының жақсы болатын себебі тағы да біз Францияның жаңағы несін соқаларын алдық. Кун деген бүкіл дүние жүзіне белгілі ең қымбат соқалардың екеуін алдық. Ол соқалардың да көп көмегі тиді. Жаңағы. Сонымен тыңайтқыш мәселесіне көштік. Тыңайтқыш мәселесі неге екені белгісіз, Совет үкіметінен қалған жаңағы бір технологиямен қалып кетті ма, или ешкім жаңағы оны ауыстыруға қызықпады ма, әйтеуір барлығы айландырып келіп селитр себе береді екен. Аммиачный селитрі жаңағы. Соң жердің агрохимиялық анализін жасадық. Мен өзім химик болғасын ол маған қиынға түспеді. Агрохимиялық анализін жасағаннан кейін жерде бізде фосфор жетіспейтіндігі анықталды. Мен шынын айтқанда біздің Қаратауда фосфорный завод бар, Жаңатаста фосфорный завод бар, фосфорный месторождение бар жаңағы. Біздің Шымкенттің фосфорный заводы бар. Жан-жақтың бәрі айналып келгенде жаңағы фосфорға бай деген сөз ғой. Сол себепті мен ойлаған болатын. Біздің жерлерде фосфордың құрамы күшті болу керек шамасы деп. Басқалар да солай ойлаған болу керек. Осы фосфорды қоса амофос тыңайтқышын пайдалана бастағаннан кейін, жаңағы фосфорный удобрение дейміз, өніміз жақсы өнімге жете бастады. Бірден байқалды ма? Бірден байқалды. Енді фосфорный удобрение, фосфор тыңайтқышында пайдаланудың өзінің технологиясы бар, қиындығы бар. Оған көп енді ол жерде нелер. Соңғы мынау аммиачный селитр дейміз, жаңағы азот тыңайтқышын алатын болсақ, азот тыңайтқышы сепкен кезде мына күннің әсеріне бізде күн өте активность жоғары, жаңағы температурамызды қай уақытта сепсең де жазда да көктемде де күн ыстық. Ал күн ыстықта жаңағы күннің энергиясыменен ол химиялық байланысқа түседі, ұшып кетеді оны. Азотный удобрение. Оны жақсылап жерге көміп егетін бізде технология жоқ, техника жоқ. Сол себепті бізде одан жақсы результаттар ие бола бастадық. Жаңағы сонан соң бізде мен айттым. Бұдан өнімділігі бірден байқалды дедіңіз, техникаларыңыз жағарды. Сонда атап айтқанда бұрын қанша центнерге бірден секіріп түстіңіздер сонда өнім? Біз енді сол дайындыққа біраз уақыт кетті де, 16 жылдан бері қарай біздің жаңағы өніміміз 30 центнерден төмен түскен жоқ. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, мынау бидайдың сапасы. Бидайдың сапасы күтіміне байланысты. Жаңағы біздің бидайдың несі жаңағы клейковинасы 32%-тен төмен болған жоқ. Осы 16, 17, 18, 19, 20 жылдар. Бұл нені білдіреді сонда 32%-тен төмен болмағандығы? Бұл жаңағы ұн өнімдеріне дәлел бола ма? Көп жерде айтады, оңтүстік бидайы нан пісіруге жарамайды деп жатады мәселен. Оңтүстік бидайы фуражный деп есептеледі. Малға беруге болады, қалғанына болмайды деген сияқты әңгіме. Қазір біздің бидайды дермендер жақсы алып жатыр. Алғашқы кезде азғантайдан қорқып алатын, қазір жақсы алып жатыр. Оның да біраз параметрлері бар, оны да шетінен түсіп келе жатырмыз. Енді әртүрлі технологияларды көріп жатырмыз. Әсіресе мынау жерді өңдеу технологиясына көп көңіл бөліп жатырмыз. Бізде тереңдеп қопсыту Совет үкіметінің уақытында әр 4-5 жылда жер алқаптарын тереңдеп қопсыту планға кіріп, программаға кіріп, одан ешкім айнып кете алмайды. Егер тереңдеп қопсыту қолданбаса, онда жаңағы шаруашылық басшылары қатаң жазаланады. Оны бізде қазір ұмытып кетті. Қазір біз барлық жер алқабымызды, бізде 4000 гектар жерге егін егеміз.
барлық жер алқабын тереңдік қопсыту мәселесімен айналысып, тереңдік қопсытып тастадық. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, жаңағы фосфор тыңайтқыштарын бергеннен кейін, бұл жерде жаңағы жердің өзі азотты бере бергеннен кейін жер қатып қалады. Фосфор тыңайтқыштарын берсе жер жұмсайды. Бұл обработка жақсы, техникаға жақсы. Біріншіден обработка жақсы, ең маңыздысы бұл өсімдіктің тамыры да жақсы жұмсақ топырақта тез тамырын жайып өнім жақсы береді. Сол жөнінен ешкім айналысып жатқан жоқ, соны біз қолға алып жатырмыз. Өте жақсы екен. Осы арада бір сұрақтың басы қылтиып тұр, онда қоя кетсем деймін. Мына енді жаңа технологияларды қазір ендіру көп жүріп жатыр ғой. Біздің облысымыз аймағында кейбір шаруа қожалықтарында өзіңіз білетін нөлдік технологияны пайдалану арқылы егіс егіп жатқандар бар екен. Бұл мақсатта ғалым ретінде, кәсіпкер, осы сала маманы ретінде қандай айтар ойыңыз бар? Енді ол нулевая технология дейді, ғылыми тілде айтқаны no-till дейді. No-tillмен бізге айналысуға болады. Ол жағынан Қазығұрт ауданында жақсы айналысып жатыр. Негізі бізде Қазығұрт ауданы менен Сайрам ауданының жер құрамы онша сәйкес келе бермейді. Сол себепті Қазығұрт ауданында бастады. Біз соған қарай жылжып жатырмыз. Сайрам ауданында жер қаттылық жасамай ма? Бізде Сайрам ауданында жер қаттылық жасайды. Қаттылық болғаннан кейін қазір жаңа фосфор удобрениесін беріп, және де терең қопсыту тәсіліне көшіп, жерімізді біраз босатып алған жағдайымыз бар. Бұл үлкен тиімділік екен, мысалы еңбек ресурстары бар, жанармай ресурсы, техника ресурсы бар дегендей, көптеген жағдайдан тиімді жақтар тұстар көп екен. Бірақ осы орайда жыл сайын жерді айдамай, жерді жыртпай еге беруде болмас. Осы нөлдік технологиямен бір алқапта неше жыл пайдалануға болады? Ауыспалы егіс ретінде қарсы керек шығар онда. Мен енді маман емеспін, бірақ көп мамандармен ақылдасып жүрмін. Жаңағы бізде Алматыда жаңағы академик Абай Ораз Сағитов деген ағамыз бар. Ол кісі де Байсерке деген өндіріс кооперативтің ғылыми жетекшісі. Ол кісі көп ақыл кеңесін беріп тұрады. Сол кісінің айтуы бойынша біздің Красноводопадский селекционный станция дейді, Сарыағаш ауданындағы. Олардың да біраз еңбектері бар. Солардың бәрін қолданып, және де мынау Башкирияның, Россияның жаңағы ғалымдарының еңбектерін, Украинаның, Белорусияның ғалымдарының еңбектерін бұлай зерттеп қарап, қазіргі жағдайда тереңдеп қопсыту мәселесін алға қою керек. Ол нулевой технология болсын, былай технология болсын, менің ойым енді ол. Сол тереңдеп қопсыту мәселесін алу керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе тереңдеп қопсытуға жаңа сейілкі дейміз бізде. Дән сепкіш деймі қазақшалап айтқанда. Сол сейілкаларды жаңа сейілкалар алу керек. Олар біраз ақша тұрады. Сол жағында біз қазір оқып жатырмыз, зерттеп жатырмыз. Енді шетелде осындай нулевой технология өтіп кетіпті, бізде өтіп кетейік деп жаңа технологиялар, жаңа техниканы қымбат бағаға алып, ертең қарап отырсақ, ол да болмайды. Сол себепті биыл біз өзіміз жаңағы шетелдік Агроглобал деген фирмамен келісіп, олар бізге бір жылға өздерінің сейілкісін беретін болды. Көріңдер, қалай жұмыс істейді, қалай жағдай қалай болады деген тәжірибе ретінде. Егер ұнаса аласыңдар, ұнамаса жаңағы қайтып бересіңдер деген сияқты. Осы мәселемен биыл Құда қаласа осы бір-екі айдан кейін жаңағы нулевой технологияны, енді нулевой технология өтем деп айта алмаймыз, бірақ соны зерттеп ары қарай алып бару жағдайын қарастырамыз. Дұрыс екен, әрине оның бәрін саралап, жағдай зерттеп барып жасамаса, өзіңіз айтқандай жұмыссыз отырып қалуымыз әрине мүмкін ғой. Пәлен жерде бақыр бар, барсаңызда алтын бар деп, барсаңыз бақырда жоқ дегендей. Бұл жаңа нәрсеге ұмтылған дұрыс, бірақ енді оны зерттеп білмей жатып әрине қадам болса өте қиындау. Және де айтып қалдыңыз, өзіміз көрдік өткенде сіздің шаруашылықтағы техникалардың бәрі 100%-ға жаңарған десек болады.
енді техника қазір алу қиын, қымбат. Ал енді ауыл шаруашылығының сол жерде басшысы айтып қалды, осы шаруаларға жеңілдетілген бір жағдай қарастырылған дейді. Техникаларыңыз қалай алдыңыз? Қазір енді техникаларды біз негізі Казагрофинанс арқылы алып жатырмыз. Казагрофинанстың несі жаңағы условиясы бізге өте жақсы тиімді. Bir жағынан ол бір жағы Казагрофинанстан көп жылға береді. Ал енді өнімділік арқылы ол техниканы алғаннан кейін өнім бидайдың болсын, мақсардың болсын, жаңа қайда дақыл болсын, өнімділік күшею керек. Сол өнімділік арқылы оның жаңағы процентный ставкасы дейміз ғой, оны жауып отырамыз. Және де өзімізге пайда қалып отырады. Бұл жерде мен айтар едім, біздің өкіметіміз жақсы саясат ұстап келе жатыр. Біріншіден Казагрофинанс лизинговый компания, олар шаруаларға жағдайын жасап жатыр. Сол техникалардың бәрін біз сол жаңағы Казагрофинансқа финанстың жағдайы арқылы алдық. Және де мемлекеттік субсидия бар. Жаңа техникалардың 25% мемлекет төлеп отырады. Осының бәрін қосып келген кезде көп шаруалар енді қорқады. Жаңа техника қиын болады, бұзылып қалса запчастьесі қиын. Жаңағы бізде мысалы қай запчасти деп атайын, қосалқы бөлшектер ғой. Қосалқы бөлшектері қымбат екені рас. Бірақ қосалқы бөлшектер сынған кезде мынандай бір кішкентай ғана техника қосалқы бөлшекті аласың, ол 1,5 миллион ақша тұрады. Соның кейін шаруалардың жаңағы оны түсіне бермейді, 1,5 миллион қайтып аламын, бұл қандай болды. Бірақ сол қосалқы бөлшектің 7-8 жыл жұмыс істеген олар есепке алмайды. Ескермейді. Ал енді жөнде мынау К700-тар болатын болса, ол ай сайын бұзылады, бірақ қосалқы бөлшегі жаңағы 30-40 мың болады. 30-40 мың теңге. Ол тоқтап қалу мәселесі бар, жаңағы ауыстыру мәселесі бар. Сонымен екеуі бірдей кетіп жатады. Жаңа техникадан алудан мен шаруаларға айтарым, қорықпау керек. Оны түптеп келгенде пайдасын көріп жатқаннан кейін ол шығынды көтеруге тура келеді. Дұрыс айтасыз, болады. Жаңа аты жаңа, ол енді жаңағы ескі техникалар сияқты көп тұрмайды. Еңбек өнімділігі бар, сондықтан айтып отырсыз ғой, шындығында қорқудың қажеті жоқ, пайдалану керек. Мына енді сіздің шаруашылыққа барғанда біз мына бір мәселені көрдік, осы егіс алқабында. Бұрындары комбайннан қалған сабандарды трактормен сығымдап пресстейтін. Сіздер үлкен рулон етіп тайлап жатыр екен. Бұл бір. Екіншіден, көп жерлерде сабанды алқаптарды қалдырып кетеді дейді. Бұл енді бізден қалдыра қоймайтын шығармыз, енді ол да шаруа үшін қосымша қаржы ғой. Осыны пресстеумен тайлап жинаудың не айырмашылығы бар сіздерде? Енді біз қазір оны зерттеп жатырмыз. Біріншіден зерттегенде бізде үш направлениеде жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші мынау 4 бұрышты пресстеп жатыр. Жаңағы сол престермен населениеге шығарып сатып жатырмыз. Ол бір мәселе. Екінші мәселе жаңағы тайлап дейді, рулон дейді, дөңгелек дейді алған. Ол екінші направление, оның себебі жаңағы өзіндік құны төмен болғаннан кейін рулонды пайдаланып жатырмыз. Рулонның салмағы 180 килограмм, оны үлкен шаруашылықтарға беріп жатырмыз. Үлкен жаңағы шаруашылық техникасы бар шаруашылықтар алып жатыр. Үшінші направление, үшінші бағыт енді. Үшінші бағытымыз сабанды шашып кету мәселесі. Өзі жерден біз бәрін алғымыз келеді. Бидайын да алғымыз келеді, сабанын да алғымыз келеді, жаңағы бәрін алғымыз. Сабан бидайын алғаннан кейін жерде не қалады? Жерде бірдеңке қалу керек қой. Сол себепті қазір мен Алматының ғалымдарыменен, Башқирияның, Россияның ғалымдарымен бірігіп жұмыс істеп жатырмын. Бұрыннан жаңағы біздің химия ғылымының кандидаты болғаннан кейін, олармен бұрыннан жаңағы ғылыми байланыстарым бар. Енді сол сабанды шіріту мәселесі. Сабанның өзі 4-5 жылда шірейді. Бірінші жылдан бастап шірей бастайды, енді 4-5 жылда толық шіріп бітеді. Ал соны 1 жылда шірітетін жағдай мәселесіне көшіп жатырмыз. Оны бірінші
жаңағы зерттеулеріміз, опыттарымыз жүріп жатыр. Результат жаман емес. Бірақ бізден мынау Россияның, Башкирияның ғалымдары алда келе жатыр. Олар біраз результаттар алып жатыр. Оның кейін ол жерде жаңағы бір влага көп болғаннан кейін жаңағы оларды сәл басқалау технологиямен кетіп жатыр. Соны біз өзімізге не қылып, өзімізге бейімдеп жаңағы сол сабанды разлагация етеді, шіру мәселесін қолға алып жатырмыз. Ол жерден біз жақсы результат алатын түріміз бар. Ол бір мәселе. Екінші мәселе мына сабанды пайдалануда жаңағы комбикорм заводын соғып жатырмыз. Комбикорм заводы болғанда ол жерде екі направление жұмыс істейді. Кәдімгі полноценный комбикорм шығарады. Біріншіден, екіншіден мына сабан бидай орағы кезінде сабан жинап алып, сабанның өзінің кормовой единицасы өте төмен, 0,2-0,3 единица дейді жаңағы. Соны 0,6-0,7-ге жеткізу мәселесімен қолға жұмыс істеп жатырмыз. Оны жеткіздік лаборатория жөнінде түрде. Енді жаңағы опыттар жасап көрдік. Сабанның жаңағы түрлі химиялық заттар қосып, жаңағы нені сабанның құрамындағы жаңағы пайдалы заттарды минерал ретінде бар? Тыңайтқыш ретінде бар? Жоқ, малға азықтыққа малдың жеуіне жақсы, және кормовой единица дейді, біз енді орысша оқығаннан кейін бәрін қазақша мектеп бітірдік қой, дегенмен сәл жақсы бір концентрат шығарады. Содан жаңағы жақсы, мысалы қазіргі жоңышқаны деп айтайық, жоңышқаның кормовой единицасы 0,6 болатын болса, біз сол жаңағы сабанды да соған жеткізіп мүмкіндік бар оған, түрлі қоспалар қосылады оғанда. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, сабанды тасу, жинау мәселесі өте қиын нәрсе. Содан кейін мына пожар апасын істейді, отқа қатты жанады. Содан кейін объем көп. Сонда біздің жаңағы гранула жасайтын болсақ, 4-5 есе төмендейді екен жаңағы. Түсінікті екен. Ал енді уақытымызда тайып жатыр. Соңғы сауалдың бірі болсын. Енді өзіңіз ғалым азамат ретінде, үлкен ауыл шаруашылық маманы, кәсіпкер ретінде мынаны айта кетіңізші, бір алқаптан 3 өнім алу жөнінде өзіңіздің шаруашылығыңызда осы тәсілдер қолданылып жатыр ма қазір? Облыс әкімі Өмірзақ Естайұлының шаруаларға берген осы тапсырмасы бар. Бүгінде жақсы нәтиже беріп жатыр. Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай, тәжірибе жөнінде қалыптасқан пікіріңіз қаншалықты осыған? Бір алқаптан 3 өнім алу мәселесін мен білемін. Оны Мұхтар Әуезов атындағы университеттің ғалымдары бұрын бірге жұмыс істегенбіз, солар жұмыс істеп жатыр. Біздің ауа райы, оңтүстік Түркістан облысының ауа райы оған қолайлы келеді. Сумен қамтамасыз ету мәселесін шешсе, 3 өнім алу қиын нәрсе емес. Бірақ бізде август айында, осы тамыз айы дейміз бе? Тамыз айында су тапшылығы болады көп жерлерде. Ол үшін жаңағы Өмірзақ Естайұлы жақсы бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Қазір Түркістанға кіріп баратқан кезде байқайсыздар, жаңағы тамшылап суғару, жаңағы бүркіп суғару дей ма? Жаңбырлатып суғару мәселесін қолға алып, біраз тірліктер жасап қойды. Енді шөну алу мәселесі алға қойса жақсы болады. Дұрыс екен. Бұл енді өте қолдайтын, құптайтын нәрсе, өйткені шаруалар бұның нәтижесін беріп жатыр. Яғни елдің ұрысы берекесі артып жатқаны анық. Құрметті Қален Сатыбалдыұлы, бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Ал енді құрметті Қален Сатыбалдыұлы, хабарымызда айтқандай аяқталды. Соңғы минуттарымыз бар. Осы бүгінгі эфир пайдаланып, елге жұртқа айтар бір-екі ауыз лебізіңіз, ойыңыз, пікіріңіз болса, мархабат. Жалпы біздің Түркістан облысында жаңағы ауа райы өте жақсы. Барлық мүмкіншілік бар. Бірақ бізде жетіспей жатқан, жаңағы мен алғаш сөзімде де айтып кеттім, технологияны жөндеу керек, техниканы жаңарту керек.
Бұл жөнінде де өкіметтің жақсы направлениелері бар. Казагрофинанс бар, мысалы көмектесіп жатыр, субсидия беріліп жатыр, жаңағы арзандатылған тыңайтқыштар беріліп жатыр, арзандатылған жаңағы жанар жағармай беріліп жатыр. Осы мәселелердің бәрін қолға алып, пайдаланып, жақсылап жұмыс істесе, бізде жақсы өнімге жетуге болады. Оны біздің хозяйство енді 16 жылдан бері қарай 30 центнерден төмен түскен емес. Былтыр 40 центнер өнім алдық. Ол дегенімізді өзі үлкен жетістік. Енді мынау жаңағы ұрық мәселесі бойынша, ненің қайданың бойынша осы мәселені қолға алуымыз керек. Ол жөнінде де. Енді шаруалар көбіне жаңағы не себеп жатқанын өздері де білмейді. Ол бір мәселе. Екінші мәселе жаңағы тыңайтқышқа, арзандатылған тыңайтқышты алуға ерінеді. Или бір-екі қиындыққа тура келіп қалса, қағаздары тураланбайды, сол себепті алынбай жатқандары бар. Олар өздерін кінәлауы керек. Өкімет тарапынан барлық жағдайын жасап қойған. Сондықтан енді осы беріліп жатқан мүмкіншілікті пайдаланып, қиындықтан қорықпай, тек алға ұмтылып, жақсы нәтижелерге қол жеткізу керек дейсіз ғой енді. Жақсы, бізде осы айтқан пікіріңізді қосыламыз. Құрметті көрермендер, хабар соңында студия қонағын тағы бір таныстыра кетсек, химия ғылымдарының кандидаты, белгілі кәсіпкер Қали Сатыбалдыұлы Сарманов болған біздің студиямыздың қонағы. Құрметті Қали Сатыбалдыұлы, бүгін өзіңіздің мынау өндірісті, ауыл шаруашылығына, шаруашылықтарды, астық оруды ғылыммен байланыстыра отырып, үлкен жетістіктерге жету жайындағы және озық технология пайдаланып жаңа техникаларды алудың жолдарын біршама түсіндіріп беріп кеткен салиқалы әңгімеңізге сізге алғыс айтамыз. Алдағы уақыттарда жұмыстарыңызға табыс тілейміз деген ниетпен бізде бүгін хабарымызды аяқтасақ дейміз. Құрметті көрермендер, хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.